Баршаға сәлем достар, көпшілік асыға күткен Хамид Official YouTube арнасы қайта назарларыңызда. Бүгін Форсаж киносы арқылы танымал болған актер Сон Кан туралы ең қызықты ақпараттарды ұсынатын боламыз. Үнемі жеке өмірін құпия ұстайтын бұл актердің қандай сырлары бар? Неге Форсаждан басқа фильмдерде сәтсіздікке ұшыраған? Бұл сұрақтардың жауабын осы шығарылымнан толық біле аласыздар. Әзірге арнамызға жазылып қойыңыздар, ал біз бастаймыз. Сон Кан американдық актер, алайда ұлты кәріс. 1982 жылы Американың Джорджия штаты Гайнсвилл қаласында өмірге келген. Негізінде Канның ата-анасы оңтүстік Кореядан қоныс аударған. Оның балалық шағы Калифорнияда өтті. Бастапқыда ол өте тұйық бала болған, алайда мектепке қойылымдармен келген әртістерді көріп өнерге деген қызығушылық оянады. Тіпті драмалық қойылымдарды басты назар қалған екен. Әлі кішкене бала болса да әртістерден рөлге кіріп күлу мен ашулануды лезде үйреніп алады. Бала кезінде ол «Жұлдыздар соғысы» фильмін сүйіп тамашалайтын және достармен бірге осы кинодағы кейіпкерлер болып қылыштасатын еді. Мектептен соң Кан колледжде білімін жалғастырады. Дәрмен қарай ата-анасының айтуымен Риверсайдтағы университетте заңгер мамандығына оқуға түседі. Алайда балалық арманынан алыстамай актер болғысы келетінін ата-анасына айтады. Мұны естіген отбасы ұлдарының өнерге қызығатынына таң қалған, әрі оның актер болуына күмәнмен қараған. Осылайша Кан Лос-Анджелеске келіп актерлық шеберлік бойынша үйірмелерге қатыса бастайды. Тіпті кастингтерде өзін сынап көреді. Ол азиаттық актерлар секілді жекпе-жек өнеріне мүлдем қызықпады, тек қана драмалық рөлдер ойнап көргісі келді. Алайда күнкөріс үшін амал жоқтан даяшы болып жұмысқа орналасады. Ол талай киностудиялардың кастингтердің табалдырығын тоздырды, алайда үмітін үзбеді. Осылайша әп-сәтте 5 жыл өтіп кетеді. Оның актерлық мансабы 90-шы жылдары бастау алды, яғни HBO алғашқы көзқарас шоу циклінде эпизодтық рөлмен көзге түседі. Әрмен қарай Кан бірнеше сериалдар мен телевизиялық шоуларда кішігірім образдарда өнер көрсетеді. 1999 жылы Сон Кан «Жұмбақ адамдар» фильмінде эпизодтық рөл сомдайды. Оның рөлі тым кіші болса да, Джеффери Раш, Бен Стиллер секілді танымал жұлдыздармен тәжірибе алмасады. Оның артынша Қытай қалашығы, Құрбылар, Қылмыс болған жер, Роботсып секілді сериалдарда бірнеше образдарды сомдайды. Ал 2001 жылы көпшілікке таныс болған Пёрл Харбор әскери драмасына да түседі. Аталмыш фильм әлем бойынша үздік атанып жақсы табыс тапқан еді. Кан актерлық мансабын жалғастыра отырып, Айғақсыз, Шит, Детектив, Майами полициясы секілді бірнеше телехикаяларға түседі. Алайда Сон Кан үшін жарқырау сәт енді келген еді. 2002 жылы ол әйгілі режиссер Джастин Линмен танысады және оның ертең көп сәттілік болады деп аталатын аз бюджетті киносына түседі. Фильмде ол Хан Ху есімді бұзық жігіттің образын сомдайды. Осылайша Сон Кан үлкен киностудиялармен жұмыс жасай бастайды. Көп замай Антуан Фишердің тарихы, Матрица қауіп, Детектив Раш, 9:30-да, Тыйым салынған жауынгер, Келіссөз жүргізушілер деп аталатын американдық фильмдерде әрқилы рөлдер сомдайды. Сон Канды актер ретінде әлемге танытқан бұл Форсаж киносының 3-ші бөлімі болғанын баршаңыз жақсы білетін боласыздар. Сон Кан осы кинода Хан есімді жігіттің рөлін сомдайды. Ерекше образ, сенімді актерлық шеберлік Сон Канды әлемге тез танылуына ықпал етті. Тіпті ол кинода тізгіндеген Mazda RX-7 көлігі де көпшіліктің қызығушылығын туғызған. Режиссер Джастин Лин таспалаған Форсаж Токиолық дрифт франшизасына кино көрермендердің көңілінен шығып, әлем бойынша $158 миллион табыс таба білді. Режиссердің айтуынша, бұрынғы ертең көп сәттілік болады фильмдегі Хан Ху образын осы кинода жалғастырдым және Сон Канды осы рөлге лайық көрдім дейді. Түсірілім жұмыстары Жапонияда өтеді. Актер болса да сол баяғы бұзақы Ханды еркін ойнап шығып, сәтті қадам жасайды. Форсаждағы Хан образы Сон Канның фишкасы бола білді. Тіпті оның шын атын білмейтіндер Хан деп атай беретін. Актер үшін сәттілік мұнымен тоқтамады, ол жаймен кино продюсер болуды да ойластырады. Осылайша бас тарту деген триллерге продюсерлік етеді және басты рөлді өзі сомдайды. 2007 жылы Сон Кан әйгілі актер Джет Ли және Джейсон Стэтхэммен бірге соғыс фильмінде екінші пландағы рөлдердің бірін сомдайды. Осылайша актер Голливудтық ең танымал киноларға шақыртулар алады. Атап айтқанда, актер Брюс Уиллс басты рөлде ойнаған қатты жаңғақ экшн киносында басты рөлдердің біріне түседі. Осы кинодан Брюс Уиллс, Мэгги Кью секілді танымал жұлдыздармен тәжірибе алмасады. 2009 жылы актер Жолдар рыцары, Сана, Гавай секілді сериалдарға түседі. Оның артынша
Клаб және Бандиттер деп аталатын қысқаметражды фильмдерде рөл сомдайды. Бандиттер деген қысқаметражды фильм Форсаж 4 киносының бастауы еді. Яғни Форсаж 4-ке дейін басты кейіпкерлер қалай жиналады, не мақсат қойған туралы баяндалады. Сол жылы көпшілік асыға күткен Форсаж 4 киносы экрандарға шығады. Үшінші бөлімде өлім құшқан хан образы бұл жолға франшизада тірі қалғаны көрермендерді көп сұрақтар туындатады. Алайда хан образын сахна күткендер үшін керемет жаңалық бола білді. Танымал актерлар құрамы, сәтті сценарий, экшн сахналар киносыншыларды таң қалдырғаны жасырын емес. Осылайша Форсаж 4 фильмі әлем бойынша $360 миллион табыс табады. Көп замай боевик жанрындағы ниндзя өлтіруші фильмі көрермендерге жол тартады. Бұл жолы Сон Кан эпизодтық рөлдердің бірін сомдайды. Аталмыш фильмде басты рөлді сіздер сүйіп тамашалаған Ыстық ұя кәріс сериалындағы актер әрі әнші Рейн сомдаған. 2010 жылы американдық Гавай 5-0 деген сериалдың бірінші маусымына түседі. 2011 жылы актердің сомдауындағы Кәне үйленейік комедиясы экрандарға шығады. Оның артынша көпшіліктің сүйікті франшизасына айналған Форсаждың 5-ші бөлімі кинотеатрлардан беріледі. Экшн жанрын толықтай қамтыған фильмнің сюжеті бұл жолы тіптен қызық болады және актерлар құрамында танымал жұлдыздармен толығады. Фильм бұл жолы $626 миллион табыс табады. 2012 жылы Кел деп аталатын қысқаметражды туындыда күн туралы әңгімелер атты драмаға түседі. Оның артынша неудержимый, яғни тоқтату мүмкін емес фильмінде Сильвестр Сталлоне, Джейсон Момоа секілді танымал актерлармен бірге басты рөл сомдайды. Алайда фильм сәтсіздікке ұшырап небәрі $13 миллион табыс тауып шығынға ұшырайды. Ал басты кейіпкер болған Сильвестр Сталлоне Алтын малина премиясында ең нашар ер адам образ деген марапатқа ие болады. 2013 жылы автомобильдер туралы арнайы бағдарламада Форсаждың актерлары өз көліктері туралы айтып береді. Сон Кан да гаражындағы көліктер оларға қалай қарайтынын сөз етеді. Көп замай актердің өзі көліктер туралы Сон Канның гаражы деген бағдарлама ашып, танымал жұлдыздармен сұхбаттар жүргізеді. Сол жылы Эдем Жұмақ аралы трейлерінде Конни есімді жігіттің рөліне түседі. Сонымен қатар Форсаждың 6-шы бөлімінде хан образына қайта оралады. Франшизада Сон Кан мен Тайрис Гибсон қарсылас бандиттен өліп таяқ жейтін күлкілі эпизод бар. Өзім әр көрген сайын қатып күлем. Фильм бұл жолы $788 миллион табыс тауып, жоғары нәтиже көрсетеді. Көпшілік актердің жеке өмірі туралы білгісі келеді, алайда ол құпия сақтайтын еді. Тіпті әлеуметтік желіде оны гей деп ақпарат таратқандар да болды. Алайда 2014 жылы Сон Кан жеке өміріне көңіл бөліп, Микки Имс дизайнер қызға үйленеді. Оның әйелі дизайнер болса да, Брентвудтағы Сакенити ресторанын басқаратын еді. Кан әйеліне ресторан бизнесінде көмектесіп жүрді, алайда киноға деген қызығушылық одан басым түсті. 2014 жылы 50 Cent продюсерлік еткен Түнгі қаладағы билік сериалында жаңа образға енеді. Аталмыш сериал Америкада жоғары бағаланып, 6 маусымға дейін жалғасады. Оның артынша қылмыстық байланыстар телехикаясында Лирик Борн есімді әншінің шынайы адамдар бейнебаянына түседі. 2015 жылы Сон Кан ескі досы әрі режиссер Джастин Линнің Жәрдем атты фантастика жанрындағы қысқаметражды фильміне түседі. Және де Полиге жол атты фантастикалық драмада басты рөлдердің бірін сомдайды. Оның артынша өзін комедияда сынап көру үшін Голливудтың шытырман оқиғалары фильмде эпизодтық рөлге түседі. 2016 жылы режиссер Джефф Чан таспалаған Код 8 деп аталатын қысқаметражды фильмге түседі. Режиссер бұл жобаны қысқаметражды ету үшін халықтан $2,5 миллион жинап іске кіріседі. Ал Сон Кан бұл кинода атқарушы продюсер қызметін атқарады және басты рөлдердің біріне түседі. Өкінішке орай Код 8 киносы толық метрде шықса да ешқандай табыс таба алмай прокаттан ұшып кетеді. Актер әрмен қарай еркіндікте және кешке арналған қайық комедиясына да түседі. Ал 2018 жылы Магнумның жеке детективі Виски Кавалері сериалдарында бой көрсетеді. 2020 жылы Netflix түсірген Біз батыр бола аламыз фильміне түссе, Рая және Соңғайдахан мультфильмдегі Дон Хай кейіпкерін дыбыстайды. Бұл уақытта Сон Кан өзінің YouTube арнасын ашып көліктер туралы танымал жұлдыздармен сұхбат жүргізеді. 2021 жылы актер Жыландар атты криминалды фильмге продюсерлік етеді және басты рөлге түседі. Сол жылы көпшілік асыға күткен Форсаж киносының 9-шы бөлімі кинотеатрларға шығады. Актер Сон Кан сол баяғы хан образымен сағындырған көрермендермен қауышады. Негізінде хан образы франшизасының 3-ші бөлімінде, яғни Токиолық дрифт жобасында қайтыс болған еді. Ол қалай тірі қалды, неге бұлай болды деген сұрақтар көбейеді. Осыған қысқаша тоқталсақ, Форсаж 8 киносында басты кейіпкер Доминик Торетто ханды өлтірген қаскөй Декарт шоумен татуласады.
Бұл жағдай Форсаждың көрермендеріне ұнамады. Осылайша барлығы хан үшін әділдік деген сөзді хэштегпен жазып әлеуметтік желіні шулатады. Және де фильм режиссері Джастин Линнің көріп қалған көрермендер ханды Форсажға қайтарыңыз, әділетсіздік жасамаңыз деп өтінген екен. Осылайша режиссер Форсаждың 9-шы бөлімінде хан образын қайта шығарады. Сәтті шыққан фильм әлем бойынша $760 миллион табыс табады. Ал актер Сон Кан осы киноға түскен үшін небәрі $200 мың қаламақы алған екен. Десе де фильмнің табысынан және бонустардан қосымша табыстарды алады. Актер әрмен қарай Лизаның тарихы Оби-Ван Кеноби сериалдарына түседі. Әсіресе Оби-Ван Кеноби сериалындағы образы көпшілікті тәнті еткен десе. 2022 жылы Сон Кан өзін режиссер ретінде сынап көреді және бұл тозақ сияқты қорқынышты деген ужас жанрындағы фильмді түсіреді. Алайда фильм айтарлықтай танымал бола қойған жоқ. 2023 жылы Форсаж киносының 10-шы бөлімі көрермендерге жол тартады. Сон Кан сол баяғы рөліне қайта оралып, қаскөйлерге қарсы күресін жалғастырады. Ол актерлықтан бөлек 2023 жылы Жабайы жерлер драмасында атқарушы продюсер қызметін атқарады. Айтпақшы достар, 2024 жылға Агент Уикенд киносындағы актер жаман адам образын керемет сомдап шыққан. Сіздерге де көруге кеңес берем. Қазіргі уақытта актер Голливудта жаңа фильмдерге түсуге дайындықтар жалғасуда. Оның ішінде Форсаждың келесі бөлімі бар. Сонымен қатар жоғары және тығыз атты комедияға продюсерлік етуде. Әрі басты рөлді өз сомдайды. Актердің қазіргі таңдағы жалпы табысы $10 миллион құрайды. Әрине бұл аз, тіпті таң қаларлық жағдай, себебі ол түскен фильмдер мен сериалдар жоғары нәтиже көрсетіп қомақты табыс тапқан. Сон Кан модель ретінде көптеген жарнамалық роликтерге түскен. Сонымен қатар дрифтер мен автомобиль шоуларына арнайы қонақ ретінде жиі шақырылады. Оның ұлты кәріс болғанмен Америкаға әбден үйреніп қалған. Кореяға ісі түскенде ғана барады. Дегенмен Кореяның салтын, тыныс тіршілігін жақсы көреді. Актердің қазір 2 перзенті бар, алайда әлеуметтік желіге отбасын мүлдем салмайды. Сон Кан өзінің Сон гаражы деген YouTube жобасын әлде жалғастыруда. Оның гаражында 1973 жылға Datsun 240Z және Fugu Z Ford Maverick көліктері бар. Оның хоббиі көліктер, гольф пен баскетбол. Кейде бос уақытында тауға шығып демалғысы келеді. Сон Кан қайырымдылық жұмыстарына да атсалысады. Тіпті балалар ауруханасына барып, науқас балақайларға Форсаждағы көліктердің бірнеше ойыншық түрін сыйлап, көңілдерін көтергені бар. 53 жастағы Сон Кан актерлық мансабында 40-тан астам фильмдерге түссе де, Форсаж Токиолық дрифт киносындағы хан образымен көпшіліктің есінде қалды. Бұны актердің өзі де мойындаған. Ал бір сұхбатында қаншама рөлдер сомдадым, алайда мені бәрі хан деп таниды деп айтқан. Және бұл образымен мақтанады екен. Актердің хан образы көпшілікке қызықты болған соншалық компьютерлік ойындардың біріне енгізген. Достар, Сон Кан туралы ойларыңыз қандай, фильмдерін көргенсіз ба? Төмендегі пікір бөліміне жаза отырыңыздар. Алдағы уақытта қай танымал жұлдыздар туралы ақпараттар шығарайық, бәрін бөлісе отырыңыздар. Пікір бөліміне ең көп жазылған жұлдызды келесі видеода шығаратын боламыз. Сондықтан өзіңіз қалаған кез келген спортшы немесе өнер адамның есімін жаза кетіңіз. Ал біз ертерек ақпарат беруге тырысамыз. Қайталап айтам, ең көп жазылған танымал жұлдызды келесі видеода жарыққа шығаратын боламыз. Сол үшін арнамызға жазылып, жаңалықтарымыздан қапы қалмаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.